Қайырлы күн, бүгін сіздермен үй жағдайында пирог пісіретін боламыз. Қоспалары өте қолжетімді, үйдегі заттармен пісіре берсеңіздер болады. Бізге керегі жұмыртқа ең бірінші. Одан кейін барып қантымызды саламыз. Қантымызды салғаннан кейін миксердің жай жылдамдығынан бастап, жайлап жылдамдығын көтере отырып миксерлейміз. Көп миксерлемей қойсаңыздар болады. Қант ерігенше тек, немесе миксермен емес, жай ғана венчиктің көмегімен де қантты ерігенше осылай араластырып алсаңыздар болады. Осы массамызға сүт құямыз. Одан кейін барып үйде қаймақ болса қаймақ, немесе бұл да міндетті емес. Оның орнына кішкене сұйық май құйсаңыздар болады. Осылай миксердің жай жылдамдығынан бастап, жылдамдықты арттыра отырып, жақсылап барлығы біріккенше миксерлеп аламыз. Одан кейін барып ұнымызды саламыз. Мен ұнды 2-3 бөлікке бөліп салдым. Ұнды міндетті түрде еліктен өткізіңіздер, сонда жақсы көтеріледі. Енді разрыхлителімізді және де ванилин салдым. Егер ванилин үйлеріңізде болмайтын болса, салмай қойсаңыздар болады. Ұнның шашырап кетпеу үшін мен осылай бірінші лопаткамен араластырып алдым. Одан кейін барып миксермен немесе венчикпен жақсылап араластырып алсаңыздар болады. Біркелкі масса шыққанша жақсылап араластырамыз. Дайын болған массаны осындай мен формаға құйдым. Сіздер өз қалағандарыңызша домалақ болсын, қалаған формаларыңызға құйсаңыздар болады. Бірденен осылай массамызды құйып, қызып тұрған пеште 180 градуста 40-45 минут бойы пісіріп алыңыздар. Әркімнің пешіне қарай беті қызыл болған кезде ала берсеңіздер болады. Пирогымыз пештен шықты, осындай қып-қызыл әдемі болып пісу керек. Ағаш таяқшалардың көмегімен, шпажканың көмегімен осылай тексеріп алсаңыздар да болады, піскен піспегеннің арасының. Кішкене суығаннан кейін бірденен кесіп жей берсеңіздер болады. Мен бетіне қант ұнтағын сеппедім, себебі үйде балапандар ұнатпайды. Іші осылай болып піседі. Менің рецептіммен дайындап көріңіздер. Ас болсын, сау болыңыздар. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.